Сәлеметсіздер ме? Сіздермен 99 каналы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы микроклонды көбею ұғымы, өсімдіктерді микроклонды көбейтудің кезеңдері мен әдістері, маңызы. Жалпы жасушалар мен ұлпалардан өсірінді алу саласындағы жетістіктер клонды микрокөбейтуге алып келді. Клонды микрокөбейту инвитро арқылы жыныссыз көбейту, бастапқы өсімдік данасына ұқсас, генетикалық ұқсас клон алу. Жалпы клон терминін 1903 жылы Вебстер ұсынған. Оның түсініктемесінде клон бұл өсімдіктердің көбеюі үшін қажет, қалемше және өркен дегенді білдіреді. Жалпы бұл әдіс бұрынғы белгілі дәстүрлі әдістерге қарағанда артықшылықтары бар. Олардың қатарына генетикалық біртекті материал алу, вирустан тазарту, көбеюдің жоғарғы коэффициенті, сұрыптау процесінің ұзақтығын қысқарту, ювенилді даму кезеңінен репродуктивті кезеңге жылдамырақ өту және жұмысты бір жыл ішінде жүргізу мүмкіндігі жатады. Жалпы микроклонды көбейту тиімділігіне табиғаты әртүрлі көптеген факторлар әсер етіп отырады. Оған химиялық, физикалық жағдайлар әсер етуі мүмкін, және бұның ішіндегі ең маңыздысы бұл аналық өсімдік пен эксплантты таңдау. Аналық өсімдікті таңдауда оның физиологиялық, сұрыптық және түрлік ерекшеліктерін ескеру қажет. Ол өсімдіктің сау болуы, саңырауқұлақ, бактериялық, вирустық аурулармен ауырмауы маңызды. Себебі көбею қабілеті де генетикаға тәуелді болып келеді. Ал эксплантты таңдаған кезде оның жасы, құрылысы, шығу тегі ескерілу керек. Жалпы клонданған материалдың барынша тұрақтылығын қамтамасыз ету, өсімдіктерде ауытқушылықтар пайда болмас үшін экспланттың жас болуы өте маңызды болып келеді. Клонды микрокөбейту процесін 4 кезеңге бөлуге болады. Бірінші донор өсімдік таңдау, эксплантты оқшаулау және жақсы өсетін стерилді дақылды алу. Екінші, жалпы микрокөбеюдің өзі меристемалық клондар санының максималды шегіне жеткен кезде жүзеге асып отырады. Топырақ жағдайына бейімделу үшін көбейтілген өркендерді тамырландыру. Ал төртіншісі, өсімдіктерді жылыжай жағдайларында немесе егістікке егуге, я болмаса сатуға дайындау. Жалпы көбейту әдістері 4 түрге бөлінеді. Алғашқысы өсімдіктерді клонды микрокөбейтуде қолданылатын негізгі әдіс болып саналады. Ол өсімдікте бұрыннан бар меристеманы белсендіру. Ол өсу нүктесінің басымдылығын тоқтатуға негізделген. Жалпы бұл қазіргі кезде ауыл шаруашылығының техникалық немесе көкөністік өсірінділерінің көшеттік материалдарын өндіруде және кәсіптік гүл өндіру шаруашылығында тропиктік, субтропиктік өсімдіктерді, жеміс-жидек өсірінділерін, ағаштекті өсімдіктерді өсіруде кеңінен қолданылып отырады. Келесі екіншісі бұл тікелей эксплант ұлпаларында бүршіктер түзілуін индукциялау. Ол қолайлы қоректік ортада жалпы өсімдіктің оқшауланған бөліктерінің жетіспейтін жерлерін қайта қалпына келтіріп, жалпы тұтастай өсімдікті қайта қалпына келтіру қабілетіне негізделіп отырады. Жалпы өсімдіктің кез келген мүшелері мен ұлпаларынан бүршік түзілуіне қол жеткізуге болады. Ал бұл процестің құрамында 1/1 немесе 100-1 ара қатынасындағы цитокининдер мен ауксиндер бар қоректік ортада жүретінін ескеру қажет. Ал клонды микрокөбейтуде қолданылатын үшінші әдіс бұл ұрық тәрізді құрылымдардың соматикалық дене жасушаларының жіктелуіне негізделген. Олардың түрі зиготалық ұрықтарға ұқсап отырады. Бұл әдіс соматикалық эмбриогенез деп аталады. Соматикалық ұрықтардың инвиво жағдайында дамудан айырмашылығы ұрық қабыршағынан тек жыныссыз жолмен дамитындығы және олардың сыртқы құрылысы биополярлы құрылымдарға ұқсайтындығында. Оларда бір мезгілде сабақтың да, тамырдың да өсу нүктесі меристемаларының дамуы байқалып отырады. Төртінші әдіс бұл бірінші реттік және ауыстырып отырғызылатын каллус ұлпасынан бүршіктерді жіктеу. Каллус деп отырғанымыз бұл жіктелмеген жасушалар. Олар тотипатентті және бейімделгіш болып келеді. Сондықтан өсімдіктің толық өнуіне бастама береді. Тотипатенттілік деп отырғанымыздың өзі жасушаның бөлінуі арқылы организмнің кез келген жасуша типін тудыруы. Жалпы енгізілген материалды инвитро жағдайында алу мақсатында аз қолданады. Өйткені ол жерде хромосома құрылымының қайта құрылуы және де гендік мутациялардың жинақталуы байқалатындықтан.
Дегенмен кейбір өсімдіктерде бұл көбеюдің жалғыз жолы болып табылады. Оған мысал ретінде астық тұқымдастары, орамжақ туысының өкілдері және күнбағыстың осы жолмен табысты көбейетіндігі мысал бола алады. Назарларыңызға рахмет.